Бас ауруын дәрісіз емдеу, табиғи тәсілдер. Бас ауруы әркімнің өмірінде кездесетін жалпы мәселе. Дәрілерге тәуелді болмай-ақ бас ауруынан құтылуға көмектесетін пайдалы және табиғи жолдар бар. Бүгін біз соларды қарастырамыз. 1. Су ішуді ұмытпаңыз. Көп жағдайда бас ауруы ағзадағы сусызданудың белгісі болуы мүмкін. Таңертең оянған соң 1 стақан су ішіңіз және күн ішінде жеткілікті мөлшерде су ішуді әдетке айналдырыңыз. 2. Демалыс пен ұйқының маңызы. Ұйқының жеткіліксіздігі немесе шамадан тыс шаршау бас ауруына әкелуі мүмкін. Күніне 7-9 сағат ұйықтаңыз, ал жұмыстан немесе оқудан кейін 10-15 минуттық қысқа демалыс жасауды ұмытпаңыз. 3. Терең тыныс алу жаттығулары. Тыныс алу техникасы жүйке жүйесін тыныштандырып, бас ауруын жеңілдетеді. Мысалы, мұрын арқылы терең дем алыңыз, 5 секунд. Деміңізді 3-5 секунд ұстаңыз. Ауыз арқылы баяу шығарыңыз, 7-10 секунд. Бұл жаттығуды күні бойы бірнеше рет қайталауға болады. 4. Массаж және физикалық жаттығулар. Мойын мен иыққа жеңіл массаж жасау қан айналымын жақсартып, шиеленісті азайтады. Сонымен қатар жеңіл физикалық жаттығулар, мысалы, йога немесе созылу, бас ауруын басуға көмектеседі. 5. Жарық пен дыбысты азайтыңыз. Кейде бас ауруы қатты жарықтан немесе шуылдан болады. Мұндай жағдайда тыныш, қараңғы бөлмеде демалған дұрыс. 6. Эфир майлары мен табиғи әдістер. Лаванда, жалбыз немесе эвкалипт эфир майлары бас ауруын жеңілдетуде пайдалы. Майды самайға немесе мойынға жеңіл жағып уқалаңыз. Дәрілерден гөрі табиғи әдістер денсаулығыңызға қауіпсіз әрі пайдалы болуы мүмкін. Жоғарыда аталған тәсілдерді күнделікті өмірде қолданып көріңіз. Бас ауруы қайталанса немесе ауыр жағдайлар байқалса, дәрігерге көрінуді ұмытпаңыз. Денеңіздің табиғи сигналдарын тыңдап, денсаулығыңызды күтіңіз. Егер бұл кеңестер пайдалы болса, лайк басып пікір қалдырыңыз.